Сәлеметсіздерме? Мен 165-ші балабақшаның тәрбиеленушісі Қазбай Айару. Біз қазір Айару екеуміз қай көкөністер мен жемістердің ішінде қайсысында крахмал көп екенін анықтаймыз. Ал Айару, айтауыш, алдымызда қандай көкөніс пен жемістер бар? Картоп, алма, банан. Қазір кесеміз. Ал енді мынау не, Айару, айта қойшы? Йод. Йод, дұрыс айтасың. Қазір осы йодтан бір тамшыдан әр жеміс пен көкөніске тамызып шығамыз. Қайсысы көкөніс пен жемістердің арасында қайсысында йод көп жайылады, соның крахмалы көп болып саналады. Кел ағынан ала ғой. Тамыза ғой. Бір тамшыдан. 1, 2, 3, 4. Қазір енді шамалы күтеміз. Қайсысының крахмалы көп екен, Айару? Картоптың. Міне, картопымыздың крахмалы көп, себебі йод кеңінен жайылды. Ал алма мен бананда бір тамшы сол қалпында тұр. Назарларыңызға рахмет.